Сәлем достар, біз сіздермен дұрыс көпіріштер тақырыбынан алған есептерді шығардамыз. Бізге берілген келесі тапсырмада шеңберге дұрыс үшбұрыш салынған. Осы үшбұрыштың қабырғасы А-ға тең. Осы шеңберге іштей созылған квадраттың қабырғасы неге тең болады? Алдымен берілген есептің шартында үшбұрыштың төбелерін белгілеп алайық. Үшбұрышымыз А, Б, С. Яғни дұрыс үшбұрыш болғандықтан ол бізде тең қабырғалы үшбұрыш. Үшбұрыш АБЦ тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы. Ал тең қабырғалы үшбұрыштың барлық қабырғалардың ұзындықтары тең. АВ тең ВЦ-ға, ол тең АЦ-ға. Яғни бір қабырғасының ұзындығы А. Осы А-мен өрнектелетіндей осы шаршының бір қабырғасының ұзындығын табуымыз керек. Алдымен бізге осы үшбұрыштың В төбесінен АЦ табанына биіктік түсірейік. В төбесінен АЦ табанына биіктік түсіреміз. Осы биіктікті біз Д нүктесі арқылы белгілейік. Бізге тауып алу керек осы В-ның ұзындығын. Яғни АВ-ның қабырғасы А-ға тең, АД-ның қабырғасы АЦ-ның жартысы, яғни 2-ден 1 А-ға тең. Ал енді бізге В-ның ұзындығын А арқылы өрнектейік. В-ның квадраты, бұл бізде тік бұрышты, үшбұрыш, яғни Пифагор арқылы табамыз. Бұл жерде В-ды медиана, бисектриса, биіктік екенін ұмытпаймыз. В-ның квадраты тең болады, АВ квадраттан азайтамыз АД-ның квадратын. Сонда В-ның квадраты тең болады. Квадратты бір астында АВ-ның орнына А квадрат, минус АД-ның орнына 2-ден 1 А-ны квадраттасақ, 4-ден 1 А квадратқа тең. Енді ортақ бөлім беріп азайтатын болсақ, В-ның ұзындығы 2, 2-ден 1 асты 3 А-ға тең. Ол бізде В-ның ұзындығы. Енді осы жерде әр төбесінен жүргізетін болсақ, енді А төбесіне ВЦ-ға. Ол да медианада, бисектрисада биіктікте болып табылады. Және перпендикуляр болады. Осы нүктені біз О нүктесі деп аламыз. Яғни бұл жерде тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігінің, медианаларының, бисектрисаларының қиылысуы ол сырттай сызылған шеңбердің центріне тең. Олай болса, ВО бізде осы сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Яғни радиус тең ВО-ға. Енді осы шеңбердің радиусын А арқылы өрнектейік. Ол бізде В-ды медиана деп қарастырсақ, осы ВО мен ОД-ның қатынасы 2-ның бірге қатынасында екенін ұмытпайық. ВО-ның ОД-ға қатынасы 2-ның бірге қатынасында. Енді бізде ВО-ның ВД-ға қатынасын салыстырсақ, 2-ның 3-ке қатынасында. Енді бізге ВО-ның осыдан табамыз. Пропорция бойынша ВО-ның ОД-ға қатынасы, ВД-ға қатынасы тең 2-ның 3-ке. Ал осыдан біз ВО-ны табатын болсақ, ВО тең, яғни ВД-ның 3-тен 2 бөлігіне тең екен. ВД-ның орнына біз түбірасты 3 бөлінген 2 А-ны қоямыз. Сонда ВО-ның мәнін табамыз. ВО біз 3-тен 2 көбейтілген 2-ден түбірасты 3 А. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда шеңбердің радиусы түбірасты 3-тен 3-ке қатынас және А-ға көбейтіндісіне тең. Яғни ізденімді радиусымыз тауып алдық. Радиусымыз түбірасты 3 бөлінген 3 А-ға тең. Енді бізде шеңбердің радиусы бар. Радиусы болса, онда осы шаршының төбелерін белгілейік. N, M, K, L. Осы шаршының M, L диагоналі ол біздің шеңбердің диаметріне құрайды. Яғни M, L-ді табатын болсақ, ол бізде 2 радиус. Сонда радиусымыз түбірасты 3 бөлінген 3, мұнда 2-сі бар және А-ға тең. Яғни шеңбердің, бұны да сызып көрсетейік. 2 төбесін қосамыз, M мен L-ді. Бұл бізде диагональ болып табылады. Шаршының диагоналі ал шеңбердің диаметрін құрайды.
Ал енді ML шаршының диагоналі болатын болса, онда бұл жерде пайда болған MNL тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш. Яғни үшбұрыш MNL тең бүйірлі және тік бұрышты. Тең бүйірлі және тік бұрышты. Олай болса, оның екі қабырғалы, яғни квадраттың барлық қабырғасының ұзындығы тең. Бірақ бізде қабырғасының қаншаға тең екені белгісіз. Айнымалы енгізейік. Mn тең NL-ға. Оны біз x деп алайық. Енді осы жерде біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни квадраттың барлық төбесі 90 градусты құрайды. Олай болса, Mn-ның квадраты қосылған NL-дің квадраты тең болады, яғни диагоналы ML-дің квадратына. ML-дің квадраты. Енді орнына қойсақ, Mn бізде x квадрат, NL бізде x-дің квадраты, тең ML, ол бізде диагоналы 2 түбірасты 3 бөлінген 3 аны квадраттап қоямыз. Сонда 4 көбейтілген 3 бөлінген 9 аның квадраты. Бұл жерде 3 пен 9 қысқарады, 3-тен, яғни 4 бөлінген 3 аның квадратын құрайды. Енді x-тің мәнін табатын болсақ, 2x квадрат тең болады 3-тен 4 аның квадраты. Енді x-тің мәнін тапсақ, x-тен квадрат түбірастында 4 бөлінген 3 2 бөліміне барады және түбірден а шығады. 4 пен 2 қысқарады, 2 қалады, сонда квадрат түбірастыдан 3-тен 2а. Енді бөлшектің бөлімде рационалдылықтан құтылсақ, бөлімнен 3 квадрат түбірасты 6а болады. Яғни бұл берілген есепте шеңберге ысти сызылған квадраттың қабырғасы түбірасты 6 бөлінген 3аға тең екен. Балалар, біз сіздермен қарастырдық дұрыс көп бұрыштар тақырыбынан алған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.